Қайырлы күн достар, менің есімім Арай. Біз бүгін Дулат Исабектің Сүйекші кітабына шолу жасайтын боламыз. Кітаптың басты кейіпкері тұңғыш сүйекшілікпен айналысады. Сүйекші дегеніміз қайтыс болған адамның моласын қазады. Сөйтіп өзінің күнін көріп жүрген жан. Бұл әрине тұңғыштың өз қалауы емес еді, немесе оның ата кәсібі емес еді. Оның сүйекшілікке алып келген жол, оның ауыр тағдыры. Ауыр тағдыр неден басталады? Әрине тұңғышта кішкентай бала болды, оның да армандары болды, оның да ата-анасының артқан үміттері болды. Бірақ оның барлығы бір күнде әкесіне нақақтан нақақ қылмыс жасалды деп жала жабуының себебінен бұлар дала заңының құрбаны болып қалады. Сөйтетте тұңғыштың тағдыры бір бұралаң қисық жолға түсіп кете барады. Оқиға қалай басталады? Тұңғыштың әке-шешесі өте кедей, қарапайым жандар. Әкесі қомша құдық қазумен айналысып жүрген жан, сөйтіп күнін көріп жүрген отбасы. Бірақ өкінішке орай күндердің бір күнінде көрші ауылда құдық қазып жүргенде бір келеңсіз оқиға белең алады да тұңғыштың әкесіне кісі өлтірді деген жала жабылады. Ол әрине оқыс оқиға болатын. Ол кісіні өлтірген жоқ, бірақ сондай жала жабылады да ол жердегі өлген кісі сөйтсе бір байдың үйленейін деп отырған ортаншыл екен. Әрине олар қомшадан құн төлеуін сұрайды. Қомшаның тышқақ лағы жоқ, ол құнды қайдан алсын? Сөйтетте өзінің ауылындағы байлардан көмек сұрайды. Әрине ешкім оған көмек бермейді. Енді дала заңы бойынша ол құн сомасын өзі күшімен жинап болғанша ол баласын аманатқа беруге мәжбүр болады. Тұңғыш күзде молданың алдына барып сабақ оқиын деп отырған бала. Бірақ осындай келеңсіз оқыс оқиғаның әсерінен баланы аманатқа байдың үйіне беруге мәжбүр болады. Сөйтіп тұңғыштың аты да өше береді. Бірінші ол аманат болады, одан кейін түрлі оқиғаларға байланысты оның есімі өзгеріп отырады. Бірақ әрине сезіп отырғандарыңыздай әкесі ол құнның сомасын жинай алмайды. Ойлап көріңіздерші, ол жерде 30 қой, 30 сиыр, 30 жылқы дейді. Ол оны 1 жыл жұмыс істесін, 2 жыл жұмыс істесін, өмір бойы жұмыс істесін, ондай малды жинап беру мүмкін емес еді. Сөйтетте ол кісі зорығып өзі бір құдықтың басында өледі. Тұңғышты көруге жолығып қалуға келген анасы, бауырымен олар да суықта, аязда үсіп өледі. Енді осындай аралықта тұңғыш жетім болып мына дүниеде жап-жалғыз қалып қояды. Оны да ауыл адамдары көзге түртпектейді, малшы жалшы қылып малдың артына салып қояды. Енді бұл жерде бір айта кететін нәрсе, өзінің ата-анасынан айырылғанын естіген тұңғыш, ол әрине басында үмітпен жүрді. Мен бұл жерге келген аманатпын, әкем малды тезірек жинайды да мені өзіне отбасына қайтарып алып кетеді деген бір үміттің сәулесі болады баланың бойында. Ол үміт қашан сөнеді? Яғни өзінің анасы мен бауыры, әкесі өлді дегенді естіген кезде бірақ өледі. Бала өте ауыр күйзеліске ұшырайды. Тіпті оны мынандай біз айтамыз ғой, ауыр депрессия деп қояды ғой қазіргі диагноз. Сондай бір күйзеліске ұшырайды, оны ауыл адамдары енді кеңкелес деп атайтын болады. Басында аманат болды, одан кейін кеңкелес болды. Жынды деп ойлайтын болды. Себебі оның үміті өшкен еді. Ол жетімдіктің азабын тартатын бірден біледі де, осында ауыр психологиялық күйзеліске ұшырағаннан кейін оны елдің бәрі жынды, кеңкелес деп айтып кететін болады. Бұл жерде тағы бір ключевой кейіпкер деп айтамыз ғой, бар, Өмекей бар. Бұл жалған куәгер болған адам. Яғни тұңғыштың әкесінің қылмысты деп табылуына себепкер болған. Нағыз қылмыстың ол жерде болмаған көрген, бірақ дегенмен де қылмысты тұңғыштың әкесі жасады деп оны нұсқаған адам Өмекей бар. Бірақ оны да андай ар азабы мүжейді іштен, бірақ өзі қарақан басын ойлағаннан ол сыртқа дымын білдірмейді. Сыртынан тұңғышқа көмектескен болып жүреді, бүйтіп жүреді, бірақ романның соңына дейін шындықтың бетін ашып айтпайды. Міне сондай достар, роман әрине өте ауыр. Ана мен баланы ешқашан
айырмасын. Мен өзім ана болғаннан кейін бұл біраз маған ауыр тиді деп айтсам болады. Енді сіздерге айтайын тағы бір мәселе. Мына жерде сыртында жазып қойған екен, кітаптың сыртында, иә, тұңғыш бір сына критик па десек болады, шолушы жазған екен, тұңғыштың адамдық болмысынан бір жол айыру кезеңдері, ал бұл кері эволюция адамдардың жатысының нәтижесінде белең алады дейді. Бұл жерде біраз тұңғыштың сипатында руханилықтан жұрнақ қалмаған осындай бір сөз тіркестерін беріп жазған екен мына жердегі шолушы. Бірақ мен бұнымен өте келіспеймін. Себебі роман бойынша адамдық болмысын сақтаған жалғыз кейіпкер ол тұңғыш болатын. Ол әрине бәлкім жындының кейпінде болуы мүмкін, бәлкім оның адамдармен сөйлеспеуі мүмкін, ешкіммен араласпауы мүмкін, бірақ ол дегеніміз бірақ уәдесінде тұра білетін, иә, оны біз роман бойынша көреміз. Біреуге жамандық жасамайтын, ешкімге жала жаппайтын, тура жолмен жүрген жалғыз адам осы тұңғыш деп айтар едім мен. Әрине ол үйленген жоқ, бала шағасы болған жоқ, достармен араласқан жоқ, бірақ ол әке шешесін ойлап Құран оқытамын деп ниет қылатын. Оның барлығын біз оның керісінше рухани болмысының бай болғанын, тек бір тағдырдың шеңгелінде қалып қойған бір мүсәпір кейіпкер екенін көреміз. Әрине роман да соңында бір ой салатындай соңымен аяқталады. Тұңғыш өзінің туған ауылына келіп көз жұмады. Яғни оған қарап тұрып, онымен қауышып тұрып көз жұмады. Бұл да бір автордың шеберлігі деп ойлаймын. Осындай бір кульминацияға, шарықтау шегіне алып келген деп. Романның барлық әдемі қыр-сырын айтып жеткізу мүмкін емес. 5-10 минуттың ішінде өздеріңізге оқуларыңызға өте осындай кеңес беремін. Ал келесі шоуларда кездескенше сау болып тұрыңыздар.